Всем привет, всем ассаламу алейкум, с вами еще раз Асхаттың ұлы Айдархан. Бүгін Текемет каналында тағы да реакция. Өзен каналында, яғни бүгін еңліктің тағы бір клип шықты, бір кем дүние. Бірақ одан бұрын айтпастан бұрын маған Өзен жауап берді. Делай до конца, все хорошо, буду делать до конца. Мұнда қысқада нұсқа, көп созбай кетіп бастайық реакциямызды. Жусан келіп алдар офлық. Күшін ұзақ келседім көммен, күйде ұзақ құрлеп үшпесең сенімен. Кезікті құшақ керек әр адамға теңмен. Кез келген емес, естен без емес кеткен. Мақтап алар кейде сапта, алар өмір кезекте тұрсыңды тайып ұстап. Ақымақ болған алтын басындай, жерде де тығар өмір жасырмай. Ай керек десең ел тындырады, сөзінен айналады оңай. Көк серектердің ұлына еріп кете бересің одай. Беу бір кемденге қос құлақ, көз бете әдей көмберген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Беу бір кемденге қос құлақ, көз бете әдей көмберген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Есің ал ол бәленің тоғысы тілден сөзінде қыласаң сынақ келер бірден талайын көрдің. Жағына сүйен еркекай, бос болма, қолың құрысын, қаларсың тек еңбектен жеткен оңай. Көзіңді ашы, күнді аш болды, рухыңды тойдыр, сонымен болды. Керек десең ел тындырады, сөзінен айналады оңай. Көк серектердің ұлына еріп кете бересің одай. Беу бір кемденге қос құлақ, көз бете әдей көмберген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Беу бір кемденге қос құлақ, көз бете әдей көмберген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген. Күшін ұзақ келседім көммен, күйде ұзақ құрлеп үшпесең сенімен. Кезікті құшақ керек әр адамға теңмен. Кез келген емес, естен без емес кеткен. Мақтап алар кейде сапта, алар өмір кезекте тұрсыңды тайып ұстап. Ақымақ болған алтын басындай, жерге де тығар өмір жасырмай. Клипті қалай түсіргенімізді сілтеме арқылы деректі фильмнен көре аласыздар дейді. Клип өте күшті, маған ұнады. Маған осы Өзеннің және еңліктің клиптарында осы нелер ұнайды, андай қазақи нақышта бір какой-то сондай стильді түсіргендер өте қатты ұнайды. Этно стиль деп айтайыншы, қатты ұнайды. Так, описаниеда не жазған екен, описание оқиық. Шілденің 7-сінен бастап біздің топ Жалаңаш ауылында бір апта режиссерлік, актерлік және операторлық шеберлікпен мектеп оқушыларын таныстырды. Одан кейін балалар еңліктің әуеніне тримент жазып бірге баян түсірді дейді. Бірге бейне баян түсірген екен. Бұның барлығын түсірген, яғни осы Елімай деген сияқты осы Елімай Education дейтін немен бірге отырып, соның режиссерлік, актерлік не бойынша түсірген екен. Окей, очень хорошо. Режиссер Жалаңаш ауылының балалары дейді. Базар ойнады. Режиссерлік жетекшісі Қуаныш Бейсек, операторлары яғни. Бұл клип түсірген яғни нелер екен. Осы Елімай Education'ның қалай айтсақ болады, жаңа оқушылары, яғни студенттер екен. Клип туралы айтатын болсақ, клип еңлік, яғни бір кем дүние деген клип маған ұнады әйтеуір. Елімай Education'дегі Жусанның демеушілігімен яғни түсірген клип екен. Елімай Education мықты, респект, балаларға яғни мүмкіндік сыйлап жатыр, басқа қырынан көрсетіп жатыр. Жалпы еңліктің образы әдеттегідей қазақи нақышта, этно стильда. Өлең еще не? Бір тыңдап тастайтын өлең емес,
күнделікті былайда көшеде жүрген кезде тыңдай беруге болады. Әдемі өлең, ритмі кәдімгідей билеуге де болады, былай тыңдауға да болады. Ритм өте әдемі. Короче, қысқада нұсқа, маған клип өте қатты ұнады. Маған осы чем бағанаға пілге қарағанда, пілдің несі аталай съемкасы өте әдемі шыққан. Ол жерде сам енді профессионалдар жұмыс істеген. Бұл жерде енді жас балалардың қолынан шыққан дүние болғандықтан, яғни осы оператор, режиссер, жетекшілердің көмегімен түсірілген. Меніңше тұрғарлық кәдімгідей базар нет, хорош снимали. Пілде маған как-то профессионалдар істегеннен кейін маған оның түсірілу несі ұнады. Вообще съемкасы ұнады маған. Давай мен текстқа көңіл аударғым келіп тұр. Давай текстті қарайық. Күшінай ұзақ келісер едім көбімен күйеуде ұзақ үрлеп ішпесең сеніммен десек те құшақ керек әр адамға теңімен кез келген емес естен без емес кеткен дейді. Күшті. Мақтап олар кейде сынапталар өмір кезекте тұрсаң да тартып ұстап. Ақмақ болған алтын басындай жерге бір тығар өмір жасырмай дейді. Ал керек десең ел тындырады сөзінен айналады оңай. Көксеректердің ұлуына еріп кете берсең ау ұдай дейді. Бір кем дүние қос құлақ көзде әдейі екеуін берген дейді. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген дейді. Базар нет. Бұл кел балалар оқылық Ахмет Байтұрсынұлының сөзі емес пе әлде өзі шығарған бе екен, не знаю. Есіне ал 10 бәленің 9-ы тілден, сөзінде тұрмасаң сынақ келер бірден. Талайын көрдің жағына сүйенген ұдайы, бос болмақ қолың құрысып қаларсың дейді. Тек еңбекпен жеткен оңай, көзіңді аш, ұйқыңды аш болды, рухыңды тойдыр сонымен болды. Керек десең тәкінеқті қайталанады. Өзенге де, еңлікке де, жалпы түсірген командаға да респект. Маған ұнады. Все, еңлік бір кем дүние астында официальный клиптің ссылкасы болады, сол бойынша өтіп қарасаңыздар болады. Текстің барлығын жазып қоям. Сонымен қатар менің каналыма, яғни осы Текемет каналына өздеріңіз лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызбен бөлісіп кетіңіз. Клип туралы қандай ойыңыз бар, тағы да не айтуды ұмытып кеттім, немесе не кем айтып қалдым, сол туралы айтып кетсеңіздер. Және де подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Асхаттың ұлы Айдархан. Всем большой рахмет.